Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге алтын күзге арналған өте ерекше жанатын қолөнердің жасалу жолын түсіндіріп өткім келіп тұр. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздерге түсінікті, анық болу үшін бұл қолөнерді мен жарық жерге әкеліп түсіріп жатырмын. Бұл заказ өте асығыс болғандықтан жасалу жолын видеоға түсіріп отыруға уақыт болмады. Сондықтан мен сіздерге ауызба-ауыз көрсетіп өтейін. Ең алдымен астындағы картонымыз пиццаның коробкасын қолдандық. Осы пиццаның екі бетінде төртбұрышты қылып қиып алып, жан жағындағы артық жерлерді қиып тастадық. Ол артық жерлерден осындай решеткілер қиып алып, ыстық клей арқылы бір-біріне жабыстырдық. Содан соң кәдімгі коробкадан осындай үй жасап алдық. Үйдің бірінші бергі бетін және арғы бетін және екі қапталын бір-біріне ыстық клеймен клейлеп, төбесіндегі шатырын коробканың бір бетін алып тастап, осылай жабыстыратын боламыз. Есігінде солай гармошкалерді жабыстыратын боламыз. Содан кейін сол таза картонның бетіне бірінші үйді, содан кейін даладан осындай талдан бұтақтарын сындырып алып, керек жерлерін бірінші екі жағына үйдің ыстық клей арқылы орнатып алдым. Содан кейін барып искусственный жапырақтарды осы талға клейлеп жабыстырдым. Содан кейін үй жақтағы бақшаны бейнелеу үшін картоннан тағы да гармошкасын қиып алып, осылай бірінші бақшалардың ограждениесін клейлеп алдық. Міне мына жерде де бақша. Енді кәдімгі канцелярский магазинде сататын ПВА клеймен үйдегі тамаққа қолданатын күрішімізді барлығын ақ күйінде бірінші ПВА клейді картонға жайып, кішкене бөліктен клейлеп, үстіне күріштерімізді жабыстыратын боламыз. Шамалы уақыт кепкенін күтеміз. Кепкеннен кейін өзімізге керек жерлерді керек түспен кәдімгі акварельный краскамен бояп алатын боламыз. Мысалы, мен мына жерлерді жасылға, бақшаның ішін сұры топыраққа және есіктің алдын сарыға, бақшаның ішін тағы да сұрыға бояп алдым. Және жиегіндегі ограждение жасап, қарамен жүргізіп шықтым. Енді сол бояуымыз кепкеннен кейін осындай Машаның, Аюдың, болмаса өздеріңізге ұнаған суретті шығарып алып, цветнойдан осындай кәдімгі картонға жабыстырып, қалыңдатып, бұны да керек жерлерге жабыстырып алатын боламыз. Содан кейін дайын осындай қызыл талдарды, осындай шыршаның дәндерін, саңырауқұлақтарды алып, әдемілеп орналастыратын боламыз. Және де мен осындай жаңғақтың қабықтарын пайдаланып, сәбіз ретінде ыстық клеймен жабыстырып қойдым. Және ол ақ болғандықтан үстінен сәбіздің түсіне бояп қойдым. Сосын ең соңынан бұл біздің қолөнеріміздің бір ерекше жері, базарларда сататын жанатын гирляндыны сатып аламыз. Батарейкамен жұмыс істейді. Міне батарейкасы басатын жері осы жерде тұр. Басатын жерін көрінбейтін жерге тығып қоямыз. Және осы сымдарын айналдыра орап шығатын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі, ерекше жанатын қолөнер пайда болады. Назарларыңызға көп рахмет.